Сәлем достар, біз бүгін духовка сырне жасаймыз. Етімізді осылай турап аламыз. Мен өзімде дайын картоп пен сәбізді қостым. Сіз өзіңіздің қалауыңызша басқа да көкөністерді қосуыңызға болады. Және де сарымсақ пен пиязымызды тураймыз. Барлығын осылай салып араластырамыз. Мен қосылған қоспаларымды видеоның астына тіркеп кететін боламын. Мен осындай духовкаға арналған қоспаны қосып, және сол арнаулы дорбасына еттерімді салып, 190 градуста 60 минутқа қойдым. Міне осылай пісіп дайын болды. Енді табағымызға салып сіздерге көрсетейін. Өте дәмді болды. Кішкене қуырылғанын қаласаңыздар, минуттарыңызды созуларыңызға болады.